келе шығатын комик, ол біздің стендап дейтін группамыз бар, соған қайда жоқ быт приколдар жібере беретін, вақтыда істейтін Мико. Мико, құрмет Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Михаил Мижанов. Мақан-бақандар қалай? Әңгіме ойттың. Жалпы үйден жырақ кетіп, басқа қалаға келесің ғой жалпы. Басқа қалаға кетіп, түнгі уақыттарда бір сотық шығып атасың ғой үйде жат. Сол кезде түнгі сағат 3-те WhatsApp-тан сообщение келеді мамаңнан. Ашсаң бір видео жіберген. Видеоны ашсаң, кеше Талдықорған қаласында бір бала телефон зарядке қойып кино қарап отырып, телефон жарылып кеткен. Соның салдарынан ана жігіттің үсті басын 80%-ын күйік шалған дейді. И хоттан сол видеодан кейін маманың голосовой келеді. Жатшеше. Телефон зарядке қойып отырсың ғой, яғын сен дейді. Суырып пайдаланшы шалған дейді. Сосын келесі күні обедтік сағат 3-те папаңнан видео келеді, батяңнан. Видеоны ашсаң, кеше оңтүстік Қазақстанда аспаннан шегірткелер жауған дейді. Хоттан батяңнан голосовой келеді. Ақыр заманның белгісі сол. Сөйтіп өтеді күндер. Мен жалпы Атыраудікімін. Стендап сайын жалпы Атыраудың фишкалары, изюминкаларын айтып жүрмін ғой, балдарының үстіндегі киіп жүрген киімдерін. Алдында Балақан туралы айттық. Одан кейін Барсеткі туралы айттық. Бүгін Зикс туралы әңгіме қозғайықшы бір кішкене. Бізде Зикс қызыл кітапқа енгізілген. Жойылып кету қаупі бар бізде. Потому что қазіргі Атыраудың балдары Зиксті басында сатып алып, басында енді джинсимен, күшті классика қалып, анан көш жаққа кетті, одан кейін доп теп түсетін шығарған. Сөйтіп Зикстер жойылып жатыр. Бізде Атырауда кішкентай баланың тұсауын кескенде жерде домбыра, кітап, сосын Зикс тұрады. Құдалықта киттің ішіне Зикс салады бізде. Атыраудың базарында кроссовка сататын жігіттерде новый поступление дейтін болмайды бізде. Потому что кілең Зикс сататындар. Зикс мен ғой. Жалпы бізде Зикстің қиқымын шашпайды. Жерде жатса баспайды. Торғайларға тастайды. Содан кейін Зикстен кейін бізде тағы бір қит нәрсе бар. Ол мен маңдай жері құтақандай кепім. Бейсболка. Оған кидің не, кимейдің не. Күннен қорғайды дегенге де келмейді анау. Көлеңкесі тек маңдайына түсіп тұрады. Күліп алыңдар. Әрбір жерден күлген дейтін болмайды ол. Сосын ол кепонды құтты, мына қарай қисетіп кетті. Сөйтіп көйсем соғыс көп өтем деп ойлайды сияқты ол. Ол көмектеспейді. Так тұрын пальто етіп тұр сен. Содан кейін мына жігіттер қауымы, сендердің ойларыңда явно мына нәрсе болды ғой да, случайно бір UFC-ге шығып кетсең, выходқа не музыка қосам деп. Бекен Алтай Атыраудың арасы. Тау бауыры өзен көлдің жағасы. It's a fight. Орынғалиев. Мейрамбек, лақап аты қыр баласы. Хобби стендап. Сөйтіп жатсақпыз да, сосын. Енді қыздар жайлы. Автобуста 5 минуттық махаббат бәрінде болады шығар да. Ондай махаббат 3-тік, 36, 39 деген позиктерде болмайды ол. Невозможно ондай жерде махаббат болу дейді. Андай мұрсы бар орыс кемпірлер келіп қалады ортадан. Небір естер мешат етеді ғой, бекешен болған жерде бар. Бір басын кете қойын десе.
Ондай махаббат дейтін пятерка, двойка, 22. 22-де когда как? Водительдер кейде картингтер жүріп деп ойлай ма? Ортада тұрған бір қыз ұстап аласың ғой жайлап. Ол да кетер емес. Саған көз түсіп кетеді жайлап бүйтіп қарап. Сен артта отырасың жайлап. Түсіп кеткен жоқ па деп қарап қоясың. Ортада бір мужиктер келді дубленка киген. Өткізіп жіберіп қарап қоясың. Сен де енді бала жоқ, қыз да кетер емес, бірақ енді өзінің остановкасына түсу керек болады, ол түсіп кетеді оған. Өліп баратсың анаң артынан түскің келіп. Қасқа бірақ қайыршысың, 80 теңгең жоқ қайттан білетін. Гася да келе қоймайды автобуспен. Осы жарайды жақты. Мен айтайын дегенім осы, сіздердің естігендеріңізде осы. Сіздермен бөлген Мейрамбек, рахмет. Келе шығатын, құлағы дұрыс естімейтін Ерген. Ерген. Ерген! Ерген! Ерген деймін. Ерген! Құрмет қошеметтеріңіз Ерген Ақмырза. Вообще ұнап тұрған жоқпын. Серьезно. Сен былай отыр. Сен вообще шығып кетші, не келдің? Сен не тұрсың? Администратор? Ақша төледі ма? Жоқ? Ұялшыш. Солайшын да. Біздер ауызымыз ұрылып, еңбектеніп, сценарий жазып ұйымдастырады екенбіз. Сен сияқтылар келеді екенде, тегін отырады екен да. Ладно, отыра бер, сол 1000 теңге байып кетсең көрер ме екен? Блин, серьезно, вообще ұнап тұрған жоқсыңдар. Ұсқынсызсыңдар. Уродсыңдар. Сондай сүйкімсіз, келбетсізсіңдер. Сондай реңсіз, нефттемсіңдер. Ойнай айтамын. Жалпы адам баласы Алла тағаланың ең көркем жаратылысы. Сондықтан да сіздер жаңа айтқандардың бәрінің антонимсіңдер. Антонимдар менің. Бұл жерде антоним қайда? Антоним жоқ. Антоним не? Антоним жоқ. Вообще қызықсыңдар сендер ма? Пайре сендер мен ұру керексіңдер ма? Бәрің жабылып мен сабақ көту керексіңдер білесіңдер ма? Сендер жаман-жамандардың ғой беттеріңе. Осқынсыз урод деп. Бәрің мен ұрып кету керексіңдер негізі. Дұқтарын жетпей ма бірақ? Қорқасыңдар ма менен? Қорқатындай бар ғой бірақ. Мен ада бүйтіп сырттан бүйтіп қатты өсетін балдар сияқты көрінген мен. Қатты өсем ғой былай. Бірақ оны любой жерде пайдалана бермеймін да мен. Оны сондықтан да қорқпаңдар. Залда саңыраулар, ой, чегору. Мылқаулар, ой, чегору. Саңырауқұлақ деген, ой, енді сендер гребей демесе түсінбейсіңдер ғой. Саңырауқұлақ, гребей, сендер өздерінің тілдерін өздері түсінбейсіңдер, сендер адам болмайсыңдар. Сендер адам болмайсыңдар. Сендер адам болсаңдар, мен шашымды кетіп берейін. Адам болмайсыңдар сендер. Залда саңырауқұлақ жақсы көретіндер бар ма? Жек көргендер жалпы. Білесіздер, саңырауқұлақ екіге бөлінеді, улы және улы емес деп. Оны улы немесе улы емес екен қалай анықтауға болады. Бірінші екеуін де пісіріп жеп қарайсыңдар. Өліп қалсаңыз, знаете, өлі. Сосын ана пышақ бар ғой, пышақтың өткір немесе өткір емес екен қалай анықтауға болады. Бүйтіп тығасыңдар. Өліп қалсаңыз, знаете, өткір. Сосын ана заттың қалай ауыр екенін қалай білуге болады. Версияға саласыңдар, версияға. Мен де ақымақ емес, однотипный қылып ұра бермеймін. Өзгерту керек қой, кішкене өзгерту керек. Сосын мен ағадай бала күнде кішкентай кезімде менен сұрайтын. Мұғалім, Ерген өскенде кім боласың дегенде, мен как обычно ғарышкер боламын дейтін. Сосын маған апа айтады, Ерген ғарышкер болу үшін сабақ жақсы оқу керек қой дейді. Мен ойланып қалдым. Қойшы дедім. Сосын сол сабақ жақсы оқу керек деп тастап кеттім ол арманды. Желание жоқ, сабақ жақсы оқып. Сосын маған ағадай ерекше армандадым да, сабақта жақсы оқуды қажет етпейтін армандадым. Ол армандарым әлі орындалған жоқ мен. Егер мен сол армандарымды орындап берем дейтін адамдар болса, мен үйде жарда ілініп тұрған сағатты берем соған. Ол аз десе, ана үйде ақ арты бар компьютер бар, соны бірге қосып берем. Мынандай арманда менде жаңбыр жауады ғой.
жаңбыр жауғанда жер планетасына полный жаумайды ғой. Бір жерге жауады, бір жерге жаумайды да. Мен сол екеуінің ортасында тұрмын бет. Жауып жатқан жоқпын, жаумай жатқан жоқпын. Вот, мына жағым құрғақ, мына жағым су. Сосын андай қараңғы болады, қараңғы түскенде де тоже жер планетасы полный қараңғы болмайды да. Бір жағы жарық, бір жағы қараңғы. Мен сол тоже ортасында тұрмын бет. Көрдім бет, жарық пен қараңғының ортасында. Сосын Камчат Жолдыбаева мен Алтынай Жолдыбаеваның екеуінің ортасында. Бөгет болдым бет. Қойсаңдар шайды айтады. Сосын ада құйын бар ғой, құйын. Ой, енді сенде торнадо немесе тағы түсінбейтін ғой. Құйын. Сол ортасына бет қатты қайналып құсқым келеді. Сондай армандым да. Егер мен осы армандарды конкретно орындап беремін дейтін адамдар болса, залда жаңа айтқан сағат, компьютер бәрін беремін. Ол аз десе ана үйдің алдында Добро пожаловать деген коврик бар, соны бірге қосып беріп беремін. Пускай алсын. Еңбегі бар ғой. Сосын маған андай осы келген көрерменді пайдаланып, ютубты пайдаланып айтқым келеді. Құрметті қыздар, мені танитын қыздар, мені танитын қыздар, мені көшеден көргенде көріп қалғанда жабайланбаңдар. Андай красавчик жігіттермен көрмеген адам жоқ. Шынымен сондай қыздар мені таныстарым көргенде, көшеден мені көргенде қол беріп амандаспай қойыңдаршы. Сондай қояйықшы, осы бүгіннен бастап қол беріп амандаспай қояйықшы. Я түсінемін, сендер мен қолымнан ұстағыларың келеді. Қолымнан қатты қысып ұстап историяға салғыларың келеді. Оның бәрін түсініп отырмын, бірақ бұл болмайды. Қате нәрсе. Менің қолымнан армансыз ұстауға бір ғана жанның қақы бар. Ол менің болашақ жарым. Көңілгілерін түсірмеңдер, қыздар. Үміттерін түсірмеңдер. Менің болашақ жарым болуға кез келген қыздың қақысы бар. Амилайдан басқа. Сіздің алдарында дерс тісін оқыған Ерген Ақмырза. Рахмет. Ерген Ақмырзаға құрмет қошеметтеріңіз. Молодцы, мәкәм. Бір қыз, ол менің елім, вау деп кәм бәрің. Ерген, ұнайма сіздерге не жалпы? Деді ау біреу. Қыздар, Ерген ұнайма? Қапалақ? Десе бір жігіт. Келесі шығатын комик кім бізде? Келесі шығатын комик дедің ба? К ғой да, точно? Басқа жест қолды. Ол да болар. Келесі шығатын стендапер, құрметті достары, ол жылқыға мінсе, аяқтары бәрібір жерге тиіп тұратын Армат, құрмет қошеметтеріңіз! Шықпаймыз ба қалаға, бармаймыз ба қызға. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Менің атым Армат. Мен Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жаңақала ауданы Қырқоп ауылынан. Соңғы сөз бәрін бір жердің ба? Бас күшті басалды да, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жаңақала ауданы Қырқопа. Еще Қырқопаның орысша атауы бар, Кармановка. Жалпы мен сол ауылда туылып өстім. Данный время Қырқопадан шыққан жалғыз адам мен. Ең алғашқысы және ең соңғысы. Бұл менен ешкім шықпайды ол жерде. Мына араб елінде бір жігітті сұлулығы үшін елден қуып жіберген. Әйел адамдардың жүрегін жараламас үшін. Мына мені де Қырқопадан қуып жібер. Бір ұрлық жасағаным бар еді. Карантина продакшнда әр адамның өзінің атқаратын қызметтері бар. Мысалы, Елжан мен Самат стендап жүргізеді. Темірлан әзіл жағына жауап береді, ал мен карантина продакшнның сұлулығына жауап беремін. Рахмет. И алдында маған Ерген Ақмырза келіп айтады, Армат, карантина продакшнның сұлулығын алайыншы дейді. Мен айтамын да оған, қиын болып кетпей ме өзіңе? Ауыр болып кетпей ме? Сен даже Қырқопаның сұлулығына жауап бере алмайсың ғой. Сөйтіп мен Қырқопадан қалаға келдім. И мына барлығымыз арендаға квартира аламыз ғой. Сол кезде байқайсыздар ма, квартираның хозяйкасы явно әңгіме айтады ғой. Мынау кухня, мынау зал, мынау балкон, мынау туалет, ванна дейді. Ойлайтын как будто мен адасып кетеді деп. Ойлашы, туалет, ваннаға кірдім. Мен қайда кіріп кеттім? Мен не істеп жүрмін бұл жерде? Көмектесіңдер. Осылай ойлайтын сияқты. И мен
жасым 25-ке келіп, өмірдегі ең үлкен қателік жасадым. Бизнес тренингке бардым. Еще 200 мың теңге төледім. Егер де маған бір адам келіп, Армат мырза, өмірдегі ең үлкен 3 қателікті айт десе, адам өлтіру, қыз зорлау и бизнес тренингке бару деп айтар едім. Байқайсыздар ма, бизнес тренингте явный әңгімені айтады ғой. Егер де сен жетістікке жеткің келсе, онда таңертең ерте оян дейді. Оны бәріміз білеміз ғой, ерте ояну керектігін. Ата бабаларымыздың өзі айтып кеткен жоқ па, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп. Надо будет бар ғой, ерте тұрмай-ақ нормально табыс тауып отқандар да бар. И еще айтады, мен саған қалай табысқа жету керектігін үйретемін дейді. Ол үшін мықты бизнес идея керек, бойыңда таусылмайтын энергия керек, және де ең бастысы ақша керек дейді. Явны ғой ол. Маған жаңалық қылып айтып тұр да оның бәрін. Бұлай қарапсаң, менде ештеңе болмаған деген барып тұрмын да сол жерге. Мысалы, мен бизнес тренерді мүлдем түсінбеймін. Инстаграмында 27 мың подписчигі бар, фотосы 82 лайк жинайтын блогерлер шашатты мені. Нағылған сынбайтын духов. Өнер адамдар сияқты жүреді ғой өздері кәдімгі. Амбассадор ғой еще. Ұялмай. Рахмет. Ұялмай, қызармай еще реклама алады. Репостқа суши пицца алады. Біреудің бизнесін табысқа емес шығынға апарып отыр да. Мен мысалы байқаған блогерлердің андай шешім қабылдайтын қабілеттері жоқ сияқты. Историяларын ашып барсаң, құрметті достар, мына екеуін мен қайсысын таңдайын? Мен мынаны не істейін, мынаны мен қайтейін дейді. Осылай бола берсе, мен ойлаймын, болашақта осылай болатын сияқты, екі жағынан екі қыз ұстап алады. Құрметті достар, мына екі қыздың қайсысын гифка ойнатайын? Осылай болатын сияқты. И мен кейде ойланам, бір ай тоқтамай тренировка жасасам, Елдос Сметовті алып тастайтын сияқтымын мен. Ну я Елдос Сметовті. Ну ладно, 2 ай. Арасында бармай алатын күндерім бар ғой. Бұлай қарап тұрсаң, енді Олимпиадада полуфиналда Япония сатылып қалды мысалы. Я сіздер ойлап отырсыздар, мына бала неге өзіне көп алып кетті деп. Я мен өзіме көп алып тұрмын. Оған баяғы кінәлі бизнес тренинг. Егер де сен мықты болғың келсе, онда өзіңмен мықтылармен күрес. Бұл бизнес тренинг маған зиян әкелмесе ешқандай пайда әкелген жоқ. Хотя бы 200 мың теңгемді қайтарып алу керек еді. Сондықтан достар, 23 сәуір күні өтетін бизнес табысқа жетелейтін алтын көпір атты менің бизнес тренингіме келіңіздер. Бағасы небәрі 50 мың теңге. Менде осымен бітті. Бизнес тренингте кездескенше бәріне үлкен спасибо. Келесі шығатын стендапер Маймылдан сәл әдемі Самат Қуанғалиев. Құрмет, қошеметтеріңіз. Оңбаған. Аяқ ауыр Елжанға шапалақтаңыз. Қаттыға. Скоро срок. Негір Саматқа құрмет, қошеметтеріңіз достар. Иә, сақына басына құласын. Қалайсыздар? Шырақтарым, амансыңдар ма? Иә. Бұл кем дүниеде көңіл-күйлерің қалай? Қамшының сабындай қысқа өмірде маған ұрмақ, шапалақтарың қандай болмақ? Қалай ба? Жалпы стендап деген не? Ашыңдар Google. Стендап дейтін негізі адам өзінің жан дүниесін айтады. Бастан өткен оқиғасын, жаңа түс көрдім, бүйтіп кетсе қалай болар еді дейтін ол стендап емес. Білмейді ол жастар. Айтамыз жастар оны. Мен оқыдым, Совет үкіметін көрдік. Біздің кезімізде сон болды ақша. Есімде Ленин екеумізге атқан кезде әңгіме жіберіпсің. Жаспыз ғой? Бірақ жас демеңдер. 25-іне келдік қарақтарым. Енді жалпы, бірақ жас болсақ та біреуге аға болып қалыппыз уже. И бала кезімде ойлаймын қалай тез өтіп кетті бәрі. И бала кезімде не болды деп ойланып қарасам, көп есте қалғаны приколдар есте қалған ғой бала кездегі. Естерінде ма? И мен ойланам да, сол приколдарды кім шығарды екен? Мысалы, ау, дамбал, бау дейтін кім шығарды екен? Бүгін нешесі Николайдың шешесі дейтін кім басына келді екен мысалы? Қалай соқыр Николай дейтін мысалы? Сол бір адам сияқты шығарған жаңағы екеуі. Ол бар ғой, біздің заманымызда, біздің арамызда жүр сол адамдар бар ғой. Әр кетсе бір 5-6 жас үлкен шығар. Мысалы, F4 дейтін сериал 2006-та хит болды. Соны біреу қарады да,
мектепке келіп бір бала келді де қызға бірдеңе деді. Ана қыз чо деп еді, ана бала тұрды да чо на чемпион деді, ана примерно солай шығып кетті ғой явно, и тарап кетті да анау. И сондай приколдар. Мысалы дамбалына тас саламын дейтін кім шығар екен? Мынау бар жігіттер білесіңдер, апрель май на ай дейтін кім шығар екен? Айтқан сөзін іріп кетсін дейтін бар дейтін кім шығар екен мысалы? Қызық та маған. И ойланам, мен сендерге осындай әзілдердің топ 5 хит парадын алып келдім. Ал ендеше хит парад 5-ші орын. Ойнамасаң ойнама, ойыншықтарын жинама. Әзірге 5-ші орын болса, 4-ші орын. Өшетін от емеспін, сен сияқты чорт емеспін. 3-ші орын. Не қарайсың, чо қарайсың, босқа мені танымайсың, танысуға жарамайсың. Просто қарағанға нәңгі ұрысып татты екен адамға. 2-ші орын. Кетсең кет, байына жет, бала туған сен, атын қойған мен дейді. Қандай керемет, а? 1-ші орын. Бірақ бұл 1-ші орын тарихы бар. Осы приколды шығарған адамдар отырып ойланған сияқты. Так, әзілдеріміз хит Қазақстан бойынша. Бізге мировой уровеньге шығу керек. Сосын мынау шықты. 1, 2, 3, 4, ауы жыртық трико. Көрдіңдер ма? Новый уровень. Ағылшынша басталып тұр да? Ойландашы, осылар тауып алу керек. Осылар біздің арамызда жүр. Давай, ютубта көріп отқандар комментарияға жазайықшы. Тауып алайық, іздейік. Сосын оларда астарлы ақиқатқа шақырсын. Танылмаған таланттар деп. Ойлашы, күшті ғой? Мысалы, Дина Төлепберген шығады да. Сәлем қазақ елі. Мен Дина Төлепберген. 1, 2, 3, 4, ауы жыртық трико. Бұл әзілді білмейтін қазақ жоқ шығар. Ендеше, осы әзіл шығырған Мұрат студияға шақырамыз. Бала келеді, короче, отырып. Айтады, қалай шығардыңыз? Мектеп кезінде аяғасы шығып кетті. Айтады, біз сіздің мектебіңізге тілші жібердік. Экранға назар аударады. И былай бір апай отырады, короче, астында Мұраттың мұғалімі деп тұрды. Мұрат жақсы бала. Тәрбиелі бала, мен оған ағылшын сабағынан сабақ беретін. Бір күні санау үйретіп аттым. 1, 2, 3, 4 деп едім. Мұрат тұрды, ауы жыртық трико дейтін жерде класс бәрі күлкіден жарылды. Мен енді мұғалім ғой, ұялтпамын ыңғайсызданып. Мұрат дедім, ауы деді, дамбал бау дедім. Апа, соны сіз ба шығарған? Я мен ғой деп сөзірді кәм. Ток-шоу қылды үлкен. Дина студияға тағы біреу шақырып, ана бір жігіт атып шығып, мен Алматыда концертім болады, келіңдер дейді. Дина тұрып, нешесі дейді. Николайдың шешесі деп айтады бала. Ойлас, солар қазір енді Инстаграм болмағасын, ол кезде интернет болмағасын, андай танылмай қалды, олардың әзілдері халық әзілі болып кетті. Сол кезде интернет болғанда олар звезда болатын еді, WhatsApp-тан тарап, реттан түспей, TikTok-та бар ғой. И короче бар ғой, олар бар ғой, қатты көтеріп кетсе мықты болатын еді. Ойланаршы, стадион жинаса олар, звезда. Полный стадион шығады, анау артып шығады да. 1, 2, 3, 4. Стадион, ауы жыртық трико. И аналар бизнес ашып бар ғой, ауы жыртық триколар шығарып, тренд қылып, мерч қылып. Аларға реклама мықты келеді, зәт, бургер жеде жат. Бұна приколдар бар ғой, мектепте өте қиын болды. Самат дейтін сұраққа, самат десе, не де жауап берерін білмейсіңдер ғой. Ау десен, дамбал, бау дейді ғой. А десен, не? Не десен, же. Сәт десен, жевалды жат. Чо десен, через плечо. Что десен, что деді, нойырды шықпы деген жерде. Бірақ, біреуді шақырған мықты да. Ойлаш, андай, миында, угадай мелодиядағыдай қызыл кнопка тұрады. Миын ішінде. И құттай адамдар тұрады, бейді күт тұрады. Мысалы айтасың, Аслан дейсің. Ау десен, та-та-тан, ғамал-бау дейді миында қарам сразу. Резк ұстап аласың да кәдімгідей. И мен бұл айтып атқаным сендерге тек приколдар. Мен андай өлең приколдарды айтпай қойын. Махаббаттың құдірткіші әлдейлеп, екі чықаны отыр екен, наны елеп тұрды айтпай қойын мен. Онда өші бітпейтін остаңдамын. Я тебя люблю, юбку куплю, юбка қысқа, ты моя шушка деген қандай керемет. Мысалы да? Жанарыма жас толып, арақ іштім мас болып, үйге барсам, қатын жоқ, балдарым отыр, аш болып деген қандай шедевр. Бұларды айтып атқан жоқ ма, ақындар бір бөлек. Тек әзілдердің өзі қандай да?
И мен осы кісілерді көргім келеді, көрмесем де рахмет айтқым келеді. Интернет, телефон, PlayStation дым жоқ кезде балалық шағымды күлкілі, бақытты қылтқан үшін осы кісілерге көп рахмет. Мына шапалақ сіздер үшін. Ең бақытты кездер ғой. Неге ең бақытты кездер? Елестетіңдерші, 12-13 жастасыңдар. Миларың тап-таза, жүректерің тап-таза. ЛГБТ гей дейтін сөзін не екенін білмейсің даже. Ешкім қуып жүрген жоқ, еркекті жыныс ауыстырып жүрген жоқ. Еркек деген сен үшін понятие, ол тек сенің әкең, соған еліктейсің, болып жүрсің. Адамдар қазіргідей сенің киіміне қарамайды. Аяғында көк сланцы, бұтында футбольный форманың шортиге арқасында кішкентай қалтасы бар. Үстінде жумоктың футболкасы. Тырнағың кір-кір, потому что құм қазып ойнағансың да. И кәдімгідей андай кредит төлейін, бензин қымбат, ондай тым понятие жоқ, жемқорлық, ондай тым полный тап-тазасың. Нанды аласың, үстіне май жағып, бесік сеуіп, сыртқа ойнауға шығасың. И саған тұрады да, Самат дейді, сен ау дейсің. Дан бау дейді. Кайф да? Ойлаңыздаршы. Жалпы енді қазіргі сол таза жүректерімізді жылтырақта жауып тастаған ғой енді. Қазір анау андай, мынау мынандай сөзге сенеміз, подписчикпен араласады. Негізі мен Елжан досым жақсы сөзі бар. Іштей любой адам, душевно сөйлесең, любой адам жақсы дейтін. Серьезно, оңаша сөйлессеңдер, любой адам күшті. Өзгертетін публика ғой. Біз негізі себебі күшті болған жері, біздің себебі әлі жүрегіміз сол бала жүрек қой. Просто қазір жылтырақта жауып тастаған да. Сондықтан бір-бірімізбен араласып жүрейік. Жалпы таза жүрегімізді қазіргі заманның жылтырақтары жауып тастамасынша. Рахмет, всех I love you. Айтқанда қуанып кетеді, артында тұрғанда. Саматқа құрмет қошеметтеріңіз базары әдемі, өте күшті. Самат! Оу! Бу-бу-бу! Қайта тұрып жүрсің. Осымен біздің стендапымыз тәмамдалды. Құрметті YouTube аржағында көріп отырған көрермен. Комментария жазыңыз, каналға тіркеліңіз, және де шетінде тұрған Қытай колокольчикті бүйтіп ұстап лақтырып тастаңыз.